Assalamu alaikum көрермендер. Мен бүгін сіздерге терезе мен есіктің откосына қалай уголок қою керек, соны көрсететін болам. Алдыменен откостарымызды өлшеп аламыз. Көрермендер, мынандай уголок кез келген строительный магазиндерде сатылады. Осыны терезе мен есігімізге қоямыз. Откостарымызды өлшеп алғаннан кейін откостың өлшеміменен уголоктарымызды осындай қылып кесіп дайындап аламыз. Құрметті көрермендер, кейінгі пайдалы әрі қызықты видеоларымды өткізе алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Угологымызды бұрышқа өлшеп кесіп алғаннан кейін ұштарын екі жақ ұшында осындай үшбұрыштап кесіп аламыз. Өйткені бір-біріне кедергі болмау үшін орнатқанда. Осылай қылып бұрышымызға сылағымызды осылай қылып қалыңдау қылып жағып шығамыз. Сылағымыздың үстінен угологымызды осындай қылып орнатып шығамыз. Угологымызды орнатып алғаннан кейін оны уровеньмен түзелеп осылай қылып қоямыз. Уровеньмен түзеліп қойғаннан кейін оның үстін сылақпенен жақсылап осылай қылып қалыңдау қылып бекітіп шығамыз. Қойған угологымыз көрінбеу үшін осындай қалың қылып жағып аламыз барлық жеріне. Мінеки құрметті көрермендер, тереземіздің үш бұрышына да откостарына угологымызды орнатып алдық. Үстінен сылақпенен бекітіп шықтық. Осылай қылып. Ешқандай қиындығы жоқ. Мінеки жаңағындай тереземізді қалай істеген болсақ, есігімізді солай уголокты өлшеп кесіп алғаннан кейін осындай қылып бұрышқа
Sılağımızda kalındağ oslayıp jağıp çıgamız. Osылay jağıp algandan keyin uгологumuzda esigimizge de osundaj ornatıp koyamız. Tuğra jana terezege kılay uголок koyduk. Esigimizin de buruşuna osundaj kılıp uголок koyup alamız. Osulay kılıp barlyk jerin sılak bilen bekitip çıgamız. Uгологumuzu koygan kezde origin koyu gerek, ötkeni kıysyk bolup kalıbı mümkün. Koygan uгологumuz, buruşumuz kıysyk çıkıbı mümkün. Mineki hurmetli görermenler, esigimizde atkostarına uгологumuzu ornatıp aldık. Videomu nasıl like basıp, kanalıma tirkelip, qoňguraw şanı basıp, düşünbegen jeleriniz bolsa kommentariýa жазыңыздар.